Тірі болсам, хан баласында қазақтың хақысы бар еді. Қазаққа қызмет қылмай қоймаймын. Ұлтына, жұртына қызмет ету, білімнен емес, мінезден. Қазақ-ау, түзуің бірігіп жұрт үшін қам ойлайтын кез келген жоқ па? Алыспаған, жұлыспаған бостандық атына мінбейді, бұғаудан босамайды. Ер құлдықтан, әйел күңдіктен шықпайды. Малына да, басына да ие болмайды. Болғаннан қашпа, болмағанға саспа. Ақылды сөз қылмақ қиын. Ақылды сөзді ақылды іс қылмақ одан да қиын. Білім біліммен, мінез мінезбен. Көп оқыса, зейінді болса білімді болмақ. Ал мінезі жақсы болама әлде жаман болама мұны Құдай біледі. Қазақтың оқыған азаматтары, қазаққа осындайда қызмет етпегенде қашан қызмет етіп пайдамызды тигіземіз? Бұл заманда жылап мұратқа жетемдеу, аш түйенің күйсеуі сынды дәрменсіздік. Жұртқа әділ би пайдалы, көпке сүйенген, көп сөзін тыңдаған, билігін орнына жұмсайтын, арам жемейтін, іс білетін, ел мүддесін ашық қорғай алатын болыс пайдалы. Жер дауы, тәмам 5 миллион қазақ дауы. Әділдік жоқ жұртта береке бірлік болмайды. Байлықты өнермен, шаруамен, қызметпен іздемей, жұртты тонап, момынды жылатып іздеген мырзалар, қысты күні үңгірде жатып өз аяғын өзі сорған аю тәрізді. Өзіне өзі, қасқырша шауып отырған жұртта, оқу өнер болмайды. Бірліктен айырылған ел қаңғып қалады. Елдің тұрмысын, тілін, мінезін білмеген кісі көш басында алып жүре алмайды. Тірі болсақ, алдымыз үлкен той, Алаштың баласы, бұл жолы болмаса, жақын арада өз тізгіні өзінде, бөлек мемлекет болар.